Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендианттарының қауымдастығы. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 2016 жылы қазақ тіліне дубляждалған алғашқы «Джунгли» кітабы кинокартинасының әлемдік премьерасы қарсаңында алдын ала көрсетілім өтті. Режиссер Джон Фавроның «Джунгли» кітабы атты жаңа туындысы қазақ тіліне аударылған 14-ші фильм. Жобаның ұйымдастырушылары Марвин компаниясының қолдауымен болашақ қауымдастығы, бас демеушілері Банк РБК акционерлік қоғамы, эксклюзив строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ролик 4000-нан астам көрсетілімдерді жинаған. Теледидар, соның ішінде республикалық және аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары, 100-ге жуық материалдар, акциялар мен фильмнің қайырымдылық көрсетілімдері ұйымдастырылды. Ақпараттық қолдау көрсеткен Хабар агенттігі, Гакку ТВ телеарнасы және Тенгри Ньюс KZ ақпарат агенттігі. Фильмнің дубляжы қазақстандық Арай Медиа Групп студиясында жүргізілді. Алдын ала көрсетілім кинопарктың ең жақсы дәстүрінде өтті. Фильмдегі оқиғаның желісі, тропикалық орман, джунглидің шынайы кейіпкерлері, кішкентай Мауглидің ой санасының біртіндеп қалыптасуы қазақстандық көрерменнің жүрегін жаулап алғаны сөзсіз. 26 мамырда Қазақстан кинотеатрларында Disney студиясының Алиса айнаның арғы бетінде атты көркем фильмі қазақ тілінде жарық көрді. Қазақ тіліне дубляждалған Алиса айнаның арғы бетінде кинотуындысы болашақ қауымдастығының 15-ші голливудтық фильмі болып табылады. Қазақ тіліндегі нұсқаның дубляж режиссері Айжан Жамшитова, бұрын «Джунгли» кітабы, Күлбике, Малефисента фильмдерінің, Көліктер анимациялық фильмінің және тағы басқа жобалардың дубляжына қатысқан. Алиса айнаның арғы бетінде фильмінің алдын ала көрсетіліміне жоба идеясының авторы, болашақ қауымдастығының құрметті мүшесі, Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек. Кинокартинаның алдын ала көрсетілімі Астана және Алматы қалаларында Нұр Отан партиясының, Алматы қаласының әкімшілігінің қолдауымен өтті. Қайран қалып тұрам мен суға қарап, ғажап нені іздеймін, бірақ соны білмеймін. Мультфильм өте қызықты және ең бір ерекшелігі ол музыкалық мультфильм, мюзикл деп айтсақ болады. Және ол жерде мен тек қана Моананы дыбыстаған жоқпын, Моанамен бірге ән шырқадым. Disney компаниясының өнімі бірінші рет қазақ елі даласында Моана мультфильмі мюзикл жанрында шығып жатыр. Арай медианың қолтаңбасынан бұл шатаспасам 20 шақты Голливудтық өнімдер, Disneyдің өнімдері қазақшаланып, дыбысталып, көрерменге жол тартып жатыр. Бұл өте қуантарлық жағдай. Бұл біздің мемлекет тілді дамытуға өте үлкен әсері бар, ықпалы бар жоба. Сондықтан бұндай дүниелер өте көп болу керек. Ол музыкалық болуы мүмкін, музыкалық болмауы мүмкін, бірақ қазақ тіліне аударылу керек.
кетемін. Мұнда ғажап барлық жандар, ақ пейілді адамдар. Анық әрбір адам осы жерде атқарған өз міндетін, мен де еңбек етем талмай. Кинокартина бұған дейінгілерден сәл өзгерек. Неге өйткені бұл жерде графикалық тұрғыдан, экшн тұрғысынан, барлық жағынан ерекшеленіп және бір саты жоғары тұрды деп ойлаймын. Актерлармен жұмыс істеген керемет өтті, маған қатты ұнады. Өйткені әрбір рөлге, әрбір кейіпкерге жан тәнмен беріліп жұмыс істеп керемет қызмет атқарды. Сондықтан да тез өтті, өте сондай позитивті тұрғыда барлығы жақсы өтті. Сендер көтерілісшісіңдер. Өзінен баста қазақша сөйле. Өзіңнен баста қазақша сөйле. Өзіңнен бастап қазақша сөйле. Қазақша сөйле. Өзіңнен баста.